Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ChatGPT-дің көмегімен кез келген пәнде, кез келген тақырыпқа сай жұмыс парағын жасаудың жолын көрсететін боламыз. Бұл үшін мысалы кез келген тақырыпты аламыз. Өзіміздің пәнімізге байланысты тақырыбымызды қойып, осы жерге толықтыру енгізейік. Біз мысалы осындай сұраныс жібереміз, сабақ тақырыбын береміз, одан кейін 5-ші сыныпқа арналған жұмыс парағын жасап берші, тақырыпқа сай суреттермен және көрнекі етіп, 2 нұсқада болсын деп сұранысымызды жіберейік. Енді күте тұрамыз. Жұмыс парағын ашып көрейік. Міне бізге осындай жұмыс парағын жасап берді. Енді сурет ретінде жаса және әдемі болсын деп жіберейік. Қазір енді міне суретпен жасап жатыр. Жаңағы жасағаны бізде құжат түрінде жасалған еді. Міне бізге 2 түрлі жұмыс парағын жасап берді. 2 нұсқада біз жүктеп алып, ашып қарасақ та міне бізде растрлық суреттерге байланысты жұмыс парағы жасалды.